Жігіттер, үш жерден боксерлар залын ашсам, қалай келесіңдер ме? Онда келем, неге келмеске? Сізге де емделу керек. Жарайды. Не болды? Жай әншей нәрселер ғой? Жай әншей нәрселерінің біздің сайлауға кедергісі жоқ па? Жоқ. Ағай, сізге көмек керек пе? Көмектесейін деп тұрсыңдар ма не? Ойлансаң, ақшаны қашан алам? Ешқашан. Есіңде болсын. Қызықтың көкесі алда. Байқаймын, мені барлық майданнан ығыстырып шығарып келетін сияқты ғой. Ығыстыра? Менің де саған дайындап қойған сыйларым аз емес. Бұл не? Бұл жерде әніңіздің қылмыскер екені жазылған. Не дейді? Мына мақала жоспарымыздың күл толқанын шығармаса не қылсын? Толықтай сауығып жазылып кетуге мүмкіндік бар ғой. Дәл солай Нұргүл. Әрине. Шошытып жібердің ғой. Кешір, Линда. Келе жатып қарасам, жол бойында тұрсың, қуанғанымнан тоқтай қалдым. Соған сене тейсің бе әрсе? Кішкентай қыз емеспін ғой. Жарайды енді. Сенімен сөйлескім келген. Үйге барасың ба? Иә, бірақ апамдікін емес. Мені Атакентке жеткіз салшы. Құп болады. Не айтайын деп едің? Жай ештеңе. Сенмен әңгімелесейін дегенім ғой. Жағдайың қалай? Не жаңалық, Дәулет қалай? Үйленген жоқсыңдар ма әлі? Жағдайым жақсы. Дәулет те аман есен. Жақында тойымыз болады. Солай де. Өкінбейсің бе? Неге өкінемін? Мен емес, Дәулетті таңдағаным үшін. Жоқ, өкінбеймін. Жарайсың, Линда. Мен саған ризамын. Маған ба? Иә. Не үшін? Дәулеттің жақсы жігіт екеніне көзімді жеткізгенің үшін. Дәулеттің жақсы жігіт екеніне көзіңді жеткізген мен болып шықтым ба? Иә, солай деуге де болады. Сендердің төбелестеріңнен кейін кімнің кім екені белгілі болды ғой. Оны саған Дәулет айтты ма? Жоқ, өзім солай түсіндім. Сол төбелестен кейін екеуің дос болып кеттіңдер ғой. Ал біз бұрыннан дос болатынбыз. Ол басқаша достық болатын. Ал қазір басқаша. Содан кейін Дәулетті одан да қатты жақсы көріп кеттім. Солай де. Түсінікті. Артур, сен солай отыра бересің бе? Бостан бос отырған адамнан боксшы шықпайды. Білесің бе? Боксшы болмай ақ қойдың. Шын айтамысың? Неге айнып қалдың? Бұл шешімге қашан келдің? Аяғда. Қане? Бер қара. Не болды? Ештеңе. Түсінікті. Жарайды. Егер боксшы болмайтын болсаң, Мұсаға айтып. Әй, кетсін шолар. Не болды, Артур? Өзің қалай сөйлейсің, а?
Қане, тез арада маған бәрін түсіндір. Ол кеше маған айғайлап кетті ғой. Не үшін? Білмеймін. Артур білмегені қалай? Сен оны жақсы жігіт деуші едің ғой. Я саған қайдағы жақсы? Сүйкімсіз қатал адам ол. Сәлем, Меруерт. Қалайсың, Артур? Артур, тұр, қайда кеттің? Не болып қалды? Оны сен жақсы білетін шығарсың. Кеше екеуіңнің араларында не болып еді? Түсінбедім. Екеуміздің арамызда не болуы мүмкін? Мен қайдан білейін, Муса? Ол сені қатыгез. Мінезі қатал екен деп отыр ғой. Сол үшін ренжіп жүр ме? Кеше мен осында келгем. Сен жоқ болатынсың. Сосын? Сосын өзімде жұмыстан шаршап келгем, ана заңгер ғой, бәрін шатастырып, келісім шартқа қол қойып тағы да кідіртетін болдық. Сосын осында келсем, Артур отыр екен, қолында бір ойыншық тікұшақ. Түсінікті. Артурдың дегені болмай қалған ғой. Сол үшін ренжіп қалады деп ойлаймын. Өзімен сөйлесейін онда. Жоқ, керек жоқ. Ғашығы тарқасын. Кейін сөйлесерсің. Жақсы, онда жүрейік. Әйтпесе кешіп қаламыз. Жүрейік. Сәлем, Алтынай. Мәдей хабарласпады ма? Хабарласты. Көрші ауылға кетті. Сағынтай ағаға жолығамын деп. Қазір келіп қалар. Онда мен сыртта күте тұрайын. Тамақ ішіп кетсекші? Жарайды. Ей, Батыр. Қайсы мәссаға. Тауға. Кешір, ойнай. Фирманың жұмысы қалай болып жатыр? Жақсы. Бүгін картоп түсірдік. Қолдан қазылған керемет картоп. Мен бүгін сиырлардан қалай көп сүт алсақ болады деп ойлана келе бір амалын ойлап таптым. Сонда немене? Сиырлар бізге 2 есе сүт бере ме екен? Жоқ. Бәрі де жем-шөпке байланысты ғой. Соны уақытында беруді қадағалау керек. Дұрыс, қадағалаңдар. Мәди сені өзгерт дейді ғой. Алтынай, мен бұрын ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріппін. Шынымды айтсам, жіберген қателерімді енді түсініп келе жатырмын. Шын айтам. Көрерміз. Сәлем. Әпкем келді. Мәди, келдің бе? Апа қалай? Жақсы. Қазір тамақ ішеміз. Дәулет, жаттығың әлі бітпеді ме? Қазір бітіп қалды. Олай келіскен жоқпыз ғой. Дәулет деймін. Қазір. Болшы енді. Мен жеңдім. Жеңдің. Мен 100 рет жасадым. 100 рет? Сен бөлмегенде 150 рет жасадым. Болашақта өзіміздің үйіміз болған кезде бір бөлмені спортзал қылып қоямын. Есігіне коды бар құлып салып қоямын, ешкім кіріп бөгет жасамайтын. Түсін бе? Сен менен бәрібір де құтыла алмайсың. Мен ол құлыпқа таймер қоям, тек таңертең ашылатын болады. Бәлесіңдер? Иә. Дәулет, мен саған бірдеңе айтайын деп едім.
Ертең біреулерден естіп, жаман ойлап қалмауың үшін. Айта бер. Бүгін кездейсоқ Арсенмен жолығып қалдым да, ол мені үйге дейін жеткізіп салды. Не дейді ол? Ештеңе? Сені көріп қалып тоқтадым дейді. Тағы не дейді? Сен туралы әңгіме айтты. Мен туралы не сұрады енді? Дәулетті таңдағаныңа өкінбейсің бе деді. Сен не дедің? Не деуші едің? Еш өкінбейін дедің. Сүйем дедің сен. Сен. Ал сен мені күттіртіп қоясың. Ал маған ондай ұнамайды. Болды енді ренжімеші. Ай. Иә. Хамид Қалуұлы, мен барлығында жақсы түсінемін. Иә. Ертең бізде баспасөз мәжілісі. Өзіміздің штабта болады. Иә, барлығын түгелмен жинаймыз. Жақсы, сау болыңыз. Әлшер Маханұлы, мен журналистерге хабарласайын. Зарина, әрқайсысына жеке-жеке хабарлас. Міндетті түрде келсін. Жақсы. Алло, сәлеметсіз бе? Бұлай керім бекен? Иә, мен Заринамын. Әлшер Маханұлының көмекшісімін. Иә. Біз ертең баспасөз мәжілісі өтеді. Сіз келе аласыз ба? Иә, біздің штабта сағат 12-де басталады. Рахмет, сізді күтеміз. Құрып кеткір. Не болды? Мен туралы мақала ғаламторға шығып кетті. Тіпті сынап үлгерді. Міне, қара. Ақшасы көп болғандықтан депутаттыққа түсіп жатыр деп жазыпты. Жаза берсін, олар шындықты білмейді ғой. Бұған жауап бермесеңіз де болады. Иә, білемін оның барлығын. Бірақ кейбір адамдар осындай алып қашпа әңгімелерге сенеді. Сене берсін. Баспасөз мәжілісінен кейін басқаша жазатын болады. Көрейік. Әлшер Маханұлы, адам тек жақсылыққа сену керек. Әлі ұйықтаған жоқсың ба не? Жоқ. Мен де ұйқым келмей жатыр. Бүгін не істедің? Кешке дейін фермада жүрдім. Ары бері жүріп, тамаша бір ой келді. Қандай? Менің есептеуімше, ана сиырларды қолмен сауға 3 есе көп уақыт кетеді екен. Егер автомат түрде сауатын құрал жабдық алатын болсақ, бізге көп сауыншылардың қажетті болмайды. Өзі де үшеу қалды ғой. Оның өзі көп. Егер жаңа құралды алатын болсақ, бізге 2-еу ғана қажет болады. Иә. Сонда ол құралға қанша тұрды? Енді кішкене қымбаттау. Түсінікті. Айтпақшы, саған бір нәрсе айтайын деп едім. Апам бар деген соң көрші ауылдағы бір ағама барып қайтқам. Ол кісі неге арыз жазбайсыңдар дейді. Кімге? Секеңе ма? Бірде-бір дәлелің жоқ. Сонда да жазыңдар дейді. Егер секеңде біздің ақшамыз табылса, ол ақшада біздің саусақ іздеріміз қалу керек дейді. Меніңше бұл құр бекер әурешілік. Түкте шықпайды. Мен де солай ойладым. Бірақ үмітсіз шайтан деген кім біледі? Қаншама ақшаны секеңнің қолына құр бекер ұстата салдық. Өкінішті әрине. Айтпашы. Соны ойласам ішім удай ашиды. Сондықтан жаза салайық. Жазайық. Егер жазатын болсақ, осы іске тезірек кірісейік. Бірталай уақыт өтіп кетті. Онда ертең барамызды қайтамыз. Апам ауруханада болған соң алтын айда жалғыз қалдырғым келмеді. Онда сен бірден арызыңды жазды, ауылға қайта бер. Мен біраз қалада боламын. Мүмкін секең жайлы бірден естіп қалармын. Онда ертерек шығып кетейік, кешке үйде болуым керек. Жарайды. Жақсы. Қайырлы таң.
Мәди, сен Әлішермен хабарласам деудің ғой, не болды? Хабарласқам жоқпын. Сәл күтейік. Полиция не дер екен? Басыңды былай беріп жатсаңшы. Маған неге ертерек айтпадыңдар? Мәди ғой, таңертеңнен бері асықтырып. Білем, маған түнде айтқан. Бүгін полиция бөлімі жұмыс істей ме екен? Сен бұ ғой. Істеу керек. Істейтін шығар. Көлік дайын жүрейік. Ақырын сөйле, балалар ұйықтап жатыр. Ал жарайды Алтынай. Сау бол. Жақсы. Мен кеттім, сыртта күтейін. Мына жолда ішетін тамақтары. Рахмет. Сен ол жерде көп болмайтын шығарсың. Жоқ, арызымды тапсырамда қайтам. Сен уайымдама. Полицияның көмегі тие ме, тимей ме, әйтеуір арызды жазу керек. Жазғандарың дұрыс болар. Жолдарың болсын. Жақсы. Рахмет. Тағы да қайырлы күн. Біріншіден, бүгінгі баспасөз мәжілісіне келгендеріңіз үшін сіздерге рахмет айтамын. Мұндай кездесуге келмесек болмайды ғой. Сайлау науқаны біз үшін үлкен жаңалық. Дұрыс айтасыз. Қазір халық алдағы болатын сайлауға құлақ түріп отыр. Дәл осы кезде кешегі шыққан мақала отқа майғымен бірдей. Сонымен негізгі әңгімеге көшкенім дұрыс шығар деп ойлаймын. Менің өмірдегі алды қойған ұстаным қашанда әділдік пен адалдық. Мен әңгіменің ашығын жақсы көремін. Кез келген күрмеуі қиын мәселелер шешілер кезде оның орындалу барысын халыққа хабардар ету менің міндетім деп білемін. Сонда осы мақаланың шығуына өзіңіз түрткі болдыңыз ба? Дәлірек айтқанда ақша төлеп шығарттыңыз ба? Мен сұрақтарыңызға кейінірек жауап берсем бе деп ойлаймын, әйтсе де мына сұрағыңызға жауап берейін. Мен жалған ақпаратты халыққа жеткізу үшін ешқашан ақша төлеген емеспін. Төлемеймін де. Бұл мақаланы шығаруға кімдер тапсырыс бергенін айтпаса да белгілі. Демек, мұны ұйымдастырған сіздің қарсыластарыңыз ғой? Әрине. Бірақ олар адамға жала жауып, адалдықты аяқ астаптап отыр. Мені осы қынжылтады. Менің өмірбаяным баршаңызға белгілі. Мен оны сайлау алдындағы үндеуде барынша жазуға тырыстым. Ал өсектің ошағына от құйып, дау жоқ жерден дау шығаратын адамдардың сөзіне сенбеу керек деп ойлаймын. Не айта беріңіз? Сонымен мақалада жазылған жайлардың бәрі жалған, өтірік қой. Мен тағы да қайталап айтамын. Оның барлығы жалған, оның барлығы өтірік. Оған сенбеңіздер. Олар неге сізді қылмыстық топпен байланыстырады? Мақалада жазылған жайттар жалған болған күннің өзінде де қарсыластарыңыздың дәл осы тақырыпты таңдап алуының сыры неде? Енді бұл, қалай айтсам екен, елді елең еткізетін тақырып қой. Оның үстіне депутаттыққа үміткер, қылмыскер екен деген лақап халыққа тараса, қарсыласының ел алдындағы абыройына нұқсан келетіні белгілі. Оның орындалуына қаншама уақыт кетеді. Олар оның барлығын ойлап отыр. Айтыңызшы, сіздің бауырыңыз бар ма? Иә, екінің бар, мен үйдің үлкенімін. Осы екеуінің қайсысы қылмыстық топтың басшысы? Компьютер клубына барса қайтеді? Қойш, отырып, жалғып кеттім мен. Енді не істейміз? Үйге барғым келмейді. Үйге барсам жұмыс еткізіп қояды. Өзіңге барайық? Ренжісі ме? Аз қой, адам да көп. Балдарды күтейік күні. О, қалайсыздар? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Анда қолындағы не? Сыра ғой. Әкеме алайын. Шесін бе? Қой, үйдегілер сыраның есін. Шесіп қойса, ондырмайды ғой. Мен де ішпеймін. Киноға бармадық па? Робокопты көрсетіп жатыр екен. Киноға баратын ақша жоқ. Сосын ғаламтордан көре саламыз.
Мәдениет үйінде бокс клубы ашылыпты. Кеше әкем айтты. Ашылса барайық. Бірақ 14 жасқа дейінгі балаларды қабылдайды екен. Біз қалай барамыз онда? А сен бізде 14 демессің ба не? Онда Дәулет ағайға хабарласып көрейік. Дәулет ағай не істейді? Бізге бола келеді деп ойлайсың ба? Сөйлесіп көреді ғой. Жоқ, Санжарға барайық. Одан аянда кетіп қалған. Санжар не істейді? Қалай не істейді? Санжардың қасында жүріп ақша жасаймыз. Е? Құр жүргенше. Е? Дұрыс айтады. Бойың жақсы. Ей, сендер не істеп отырсыңдар мұнда? Қақырып, түкіріп, не деген сұмдық мынау, а? Кетіңдер, қане, кетіңдер. Ой, оңбағандар. Не мынау? Кір. Ой, ұятсыздар, оңбағандар. Мен жаңа айттым ғой. Жазылған мақаладағы жайдың барлығы өтірік, жалған. Менің бауырларымның, тіпті туыстарымның еш қайсысы қылмысқа бармаған. Ал сіз ініңіз Дәулетпен соңғы рет қашан кездестіңіз? Жалпы жиі кездесіп тұрасыздар ма сіздер? Иә, кездесіп тұрамыз, бірақ енді жиі кездесеміз деп өтірік айта алмаймын. Оның өзінің жұмысы бар. Менің білуімше ол жақында жұмысынан босап қалды. Басқа жаққа көшіп кеткен секілді. Менің әлемді менен гөрі сіздер жақсы білетін сияқтысыздар ғой. Иә, ол қазір Алматыда тұрады. Алматыда ол немен айналысады? Кешіріңіз, мен бұл сіздің сұрағыңызға жауап бергім келмейді. Негізі ол кәсіби бапкер. Спорттың қай түріне? Бокс. Ол осы уақытқа дейін туристік бизнеспен айналысқан. Бос уақытында балаларды спортқа баулуды. Енді бұл әрекетін қылмыс деп айтып жүрген адамдардың өздерінің пиғылдары дұрыс емес сияқты. Ол жақында үйленеді, сондықтан Алматыға кетті. Қалыңдығы кім болды екен, айтпайсыз ба? Оның бұл тақырыпқа ешқандай қатысы жоқ. Біз жеке адамның тағдырын талқылап отырған жоқпыз ғой. Ал ініңізге көмектесіп тұрасыз ба? Әрине, бауырларыма көмектесіп тұрамын. Бұл сұрағыңызды түсінбедім. Сонда да жауап бергеніңізге рахмет. Сізге рахмет. Сонымен тағы да қояр сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын, бірақ барлығына жазбаша түрде жауап беремін. Өйткені байқап отырмын, бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Мынаны шешесіз бе? Ешкім жоқ. Сен бүгін жұмыс істемейсіздер? Білмеймін, жүре отыра береміз. Қой, ятылыстарда күтейік те. Есік ашық тұр ғой, кіре берсеңдер. Қалалық басқармаға бару керек еді. Онда не істейсің? Мен осы ауданда тіркелгем. Қазір келеді, сұраймыз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум. Сендерге кім керек? Мұнда қалай кіріңдер? Есік ашық тұр екен, бірдеңе сұрайын деп едік. Бұл анықтама беретін орын емес. Білеміз, бізге арыз жазу керек. Қандай арыз, не болып еді? Не ғой, бір адам ақшамызды алған, қайтармай жүр. Алаяқ деуші ме еді өзі, не деуші еді? Осы ауданда болған оқиға ма? Иә. Арызды бірігіп, немесе екі бөлек жасаңдар болады. Алдымен түсініктеме жазылады. Түсініктеме? Иә, оқиғаның қай жерде, қашан, қалай болғанын түсіндіріп жазбайсыңдар ма? Арыз сонан соң жазылады. Екі бөлек жазып қайтеміз, бір арыз жазайық та, астына екеуміз қол қоя салайық. Иә, капитан мырза. Жақсы. Бола ма олай? Иә, болады. Асықпай жаза беріңдер. Мен қазір келемін. Зарина, қалған сұрақтарын жазбаша берсін. Мен міндетті түрде жауап беремін. Жақсы. Қалай ойлайсың, баспасөз мәжілісі жаман өтпеген сияқты? Маған сұрақтар ұнамады. Өткендегі мақаланың төңірегінен шықпай қойды ғой. Қылмыс. Енді олар даудамай жақсы көреді ғой. Өйткені халық оны оқиды. Қалай десек те, дәл қазір өтірік те шындық та осы журналистердің қаламынан тарап жатыр. Иә. Бүгінгі кездесу жайлы мақала дүйсенбі күні шығады. Көреміз не деп айтатындар.
Енді өкінішке орай оларға былай жаз, жоқ, былай жаз деп айта алмаймыз. Қалай түсіне солай жазады. Иә. Не отырсыз? Көмекшілерге айт, мына орындықтардың барлығын орнына қойсын. Үйімізге қайтайық, жұмыс бітті ғой. Жақсы. Сәлем. Осы шошытып жібердің ғой. Шынымен де шошып кеттің ба? Кешір. Не оқып отырсың? Мен жай мына газетте Әлишер жайлы жазылған мақаланы көріп қалдым. Солай де. Иә? Не жазыпты? Айтарлықта ештеңе жоқ. Ол қазір депутаттық қатысып жатыр ғой. Халықтың қамын ойлайын деген екен ғой. Ойласын. Өз біледі ғой. Бірақ мына мақалада қайдағы бір жоқ нәрселер жазылыпты. Інісінің қылмыскер, баукеспе деген бе? Ал сондай ма еді? Жоқ әрине. Мен білем ғой Дәулет. Кезінде екеуміз сөзге де кеп қалғанбыз, бірақ ол қылмыскер де, ешқандай баукеспе де емес. Адал жігіт. Меруерт, мұндай газетке ондай әңгімені бекерден бекер жазбайды. Мүмкін сен ол жігітті жақсы білмейтін шығарсың. Жоқ, Мұса. Газетте жазылғанның бәріне бірдей сене беруге болмайды ғой. Оның үстіне сайлауға түскен адамның төңірегіндегі жағдайдың бәрін қазбалап, бұрмалап та жазуы мүмкін. Сен тіпті Әлішердің жағдайын ойлап, уайымдап кеттің ғой. Мен бе? Жоға. Қанша айтқанмен, Әлішер маған бөтен адам емес қой. Жалпы, өтірік шындай етіп соғатын жазғыш беттерге мен таң қалам. Жарайды, қойшы оны. Өзіңнің жағдайың қалай? Жағдайым жақсы, жаман емес. Саған серуендеп қайтайық деп айтқалы кіргем. Дәл қазір ме? Бірақ менің қолым бос емес. Кездесуім бар. Жарайды, онда мен жүрейін. Мұса, келгеніңе рахмет. Бармағаныма ренжімеші. Содан соң қызғанбашы. Қызғанатындай ештең болған жоқ. Мә, қолыңды қой. Қалайсыңдар жігіттер? Саламатсыз ба? Ар жазып отқан сендерсіңдер ма? Тергеуші аға лейтенант Серіков. Қандай жағдай? Түсініктеме. Түсініктеме. Бір алаяқ ақшамызды алып қашып кетті. Сіздер оны табасыздар ғой? Түсінікті. Кімді? Жаңа бізді алдап кеткен адамды. Серікті. Табу керек болса табамыз. Бірақ оны қылмыскер екенін дәлелдеуіміз керек. Сонда қалай? Айғақтарың бар ма? Жоқ. Не істейміз? Енді ол ақшамызды алып кетіп отыр ғой? Ал өзі бізге уәде берген. Ақшаны берген адамдар болды ма қастарыңда? Куәгерлер? Жоқ. Қол хат жазып берді ма? Жоқ. Енді баған не дейсіңдер? Оны тапқан күннің өзінде де ақшаны алды деп дәлелдеуіміз екі талай. Ақшаны кесіне салып тұрған кезде біз екеуміз көріп тұрдық қой. Иә? Қайдан білесіңдер, ақшаны жаратып жүрген шығар? Жоқ, жаратып үлгерген жоқ әлі. Жігіттер, мен қалтамда 20 000 доллар болса, мен үйде шай ішіп жайбарақат отырмаймын. Ол біріншіден. Ал екіншіден, оны тапқан күннің өзінде де оны мойындатуымыз екі талай. Ал үшіншіден, қолхат жоқ, келісім шарт жоқ, ешқандай чек жоқ. Бар болғанымна түсініктеме ғана. Енді не істейміз? Ар жазылды екен деп
ешкімді қамай алмаймын. Ренжімеңдер. Қысқасы жігіттер, егер ол жігіт өзі келіп мойындамаса, сендерден сол күні осынша сома ақша алдым деп қолхат жазып бермесе, полиция оны қамай алмайды. Жоқ, сонда біз не істейміз? Үйге қайтыңдар. Біліп едім осылай болар. Немізге көрдік, білдік. Ақымақпыз. Кішкентай баланы алдағандай алдап кетті. Байқады ма, ана тергеуші бізге күліп тұр. Ешқандай да күлген жоқ. Бізден жай ғана тезірек құтылғысы келді. Онда қалалық бөлімшеге барайық. Неменеге барасың? Олардың да көңілін көтеріп қайтушы ма? Қайдағы біреуге ақшамызды бере сал. Не куәгер жоқ, не қолхат жоқ. Не істейміз енді? Білмеймін. Мен қайтам, сен өзің біл. Мен осы жерде қалам, серікті іздеп табам. Іздемей қой. Баяғыда қаладан тайып тұрған шығар. Фирмасын іздеп көрем. Өзі айтты емес пе, жақын жерде деп. Өзің біл. Жақсы. Хабарласамыз. Жарайды. О, сәлем қымбаттым. Әйтеуір жеттім ау. Сен кетіп қалған шығар десем? Сәлем. Кел отыр. Негізі мен дүйсенбіден бастап жұмыстамын ғой. Кешке келсең қайтеді? Қойшы енді. Жексенбі күндері бос болмайтынымды білесің ғой. Тек жұмыс күні ғана келе аламын. Түсінікті. Кофе ішесің бе? Жоқ, рахмет. Сені Мұса алып кете ме? Жоқ, өзім барам. Мұса маған қатты ренжіп қалған сияқты. Ренжіп? Не үшін? Ренжігенде. Ол мені қызғана бастады. Солай ма? Сонда кімнен? Әлішерден. Түк түсінсем бұйырмасын. Қызғанатындай Әлішер не істеп қойыпты? Ол не істесін? Әлішер жайлы жазылған мақаланы оқып отырған. Оны Мұса көріп қойды. Оның айтуынша, Әлішерді ойлап, қатты уайымдайды екенмін. Әлішер жайындағы мақаланы неменеге оқып жүрсің? Сен де бастадың ба? Онда тұрған не бар? Мына газет пе? Иә. Мәссаған. Бұл рас па? Жындымысың? Жоқ, әрине. Бірақ кісіні иландыратындай етіп жазыпты ғой. Иә. Ол қазір қатты қиналып жүрген шығар. Мұса ма? Жоға. Әлішерді айтам. Мүлдем жалғыз қой. Оның қазір бәрі жан жағынан талап жатыр емес пе? Каринасына барып, мұның шақсын. Олар қазір кездеспейді. Карина кетіп қалған. Оны маған Артур айтқан. Демек, Мұса дұрыс айтқан екен ғой. Сенің Әлішерге жанын ашиды ғой, е? Оған қол ұшын бергім келеді. Бірақ қалай көмектесерімді де білмеймін. Солай ету керек пе жоқ па? Соны да білмеймін. Өзіңді өзің неге қинайсың? Оған хабарлас. Көмек қажет пе екен? Сұрап біл одан. Білмеймін, Айда. Мынада қаңқылдап тамақ сұрап тұр ма? Амантай! Амантай! О, Тәке, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Жақсы. Мұнда қайдан жүрсің? Сен телефон номерін жоғалтып алыппын. Мұнда жұмыс істейтін есіме түсіп кетті.
Тәке, уақытым жоқ, асығысым не? Түсіндім. Мен сенен Секең жайлы сұрайын деп едім. Білмейсің ба қайда жүргенін? Тауыс па? Секеңші, түйе құстармен айналысатын. Маған оны Жәркен таныстырған сотталардың алдында. Иә, оны Тауыс дейді. Оны қайтесің? Сөйлесуім керек еді. Телефонында көтермейді, қалада ма, жоқ па? Тәке, шынымды айтсам, өзімді көрмегелі көп болды оны. Біреулердің ауыздарын аңқайтып кетті деп естідім. Енді ақшасы көп, жүрген шығар қыдырып. Қайда қыдырып жүрген білмейсің бе? Ит біле ме қайда жүрген? Мен онымен араласпаймын ғой. Араласқым да келмейді, Тәке. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау бол. Айтпақшы, сен оны Сергейден сұрашы. Мүмкін сол білер. Жақсы. Рахмет. Серега. Өшіп қалмаса екен бір рет телефон соғып алайын. Алло, Серега, қалайсың? Жақсы. Мен сенен әлгі Секең жайлы сұрайын деп ем. Тауыс, қайда жүрген білмейсің бе? А? Алайық дейсің бе? Алло, Серега, алло. Қап, құрғыр өшпейтін кезде өшіп қалған қарашы мынаның. Апама хабарластың ба? Иә, жақсымын дейді. Ем алып жатыр. Мәди, мен сені бірдеңе сұрайын деп ем. Сұра. Сен Талғатқа сенесің? Иә, оны неге сұрады? Білем, ол сенің досың. Әскерде бірге болдыңдар. Бірақ Талғаттың әлгі Серік деген кісімен ымжымы бір болуы мүмкін бе? Сен не деп тұрсың? Ренжімеші енді маған. Мен жай сұрап тұрмын ғой. Арызымды қабылдамай қойып. Ауыл неге қалада қалды? Үйі қалада. Енді қайда қалу керек? Онсында Серікті іздеймін деді. Фермада жұмыс істеймін дегені қайда? Кеше ол саған хабарласты ма? Жоқ. Неменеге хабарласу керек? Білмеймін ғой енді. Баяғыда күніне 3-4 рет хабарласып тұрушы еді. Серікті іздеген түр сол ма? Көке, ол менің досым. Білем. Әлгі Серіктен кісімен таныстырған да сол. Мыналардың барлығы жын ұрған ба? Қайдағы жоқ бәлен жазып? Зарина, мен олардың барлығына дұрыстап түсіндірген сияқты едім ғой? Қай құлағымен тыңдаған? Менің ойымша оларға осылай жазыңдар деп ақша төлеген сияқты. Мына қара, туған бауырым көрмегеніне 10 жылдай уақыт болды, қайда екенін білмейді. Қашан? Мен қашан ондай сөздер айттым? Иә, ғаламторда да солай жазыпты, міне қараңыз. Қылмыстық топ құру үшін інісіне көмектескен, және де полициядан жасыру үшін Алматыға деліп жіберіпті депті. Осындай жалған сөздерді қалай ұялмай жазады? Сонда мен шындықты жазғызу үшін оларға ақша төлеуім керек пе? Сенгеніміз сен болсаң, жетіскен екенбіз. Айналайын-ау бұл қалай? Сен халықты алдайын дедің бе? Соған бәлішімді бүсіріп, тілеуіңді тілеп жүрдім. Туған туыс, таныстарымды саған дауыс беруі үгіттеп жүрсем, сен қылмыскер екенсің ғой. Апатайсыз. Апатай деме маған. Сен үкімет адамы болуға лайықты емессің. Ұқтың ба? Енді саған дауыс бермекке түгілі, аузыма атыңды да алмаймын. Сен алдайын деген екенсің бізді. Тапқан екенсің алдайтын келді. Алаяқ. Апасы, мен дұрыс түсінбедіңіз, тоқтаңызшы. Апа!
Әлішер? Алло. Ой, кешіріңіз. Маған Әлішер керек еді. Оның қолы бос емес. Қазір ешкіммен сөйлесе алмайды. Не деген қырсық адам сөзімді тыңдағысы келмейді. Ешқандай жазығымыз жоқ болса да, ел алдында масқара болдық. Абыройымыз айрандай төгілді.